Саламатсыздар ма? Менің есімім Спанкулов Маулен. Мен Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы шет елге кетіп кредит төлемеуге болады ма деген сұраққа жауап беретін боламын. Ал тақырыпқа көшпестен бұрын осы видеоға лайк басып, YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы көптеген заңдағы өзгерістер туралы видеоларды жіберіп алмаңыздар. Ең алдымен шетелге шығуға тыйым салу дегеніміз ол арест деген сөз. Осындай шетелге шығудың аресті көбінесе қарыздарды, кредиттарды, микрокредиттарды 3-4 ай төлемеген жағдайда қойылатын аресттің бір түрі. Шетелге шығуға арест не үшін қойылады? Өйткені қарыз адам басқа мемлекетке қашып, жоқ болып кетпес үшін қойылатын арест. Осындай арест қойылған кезде қарыз адам Қазақстан Республикасынан тыс шыға алмай, біздің мемлекетте өмір сүруге міндетті болады. Бұлай айтқанда, басқа мемлекетке қашып, ақшаны төлемей жүрудің алдын алатын іс-әрекет. Осы шетелге шығудың аресттің нақты бір ережесі бар. Шетелге шығуға арест қойылады тек егерде сіздің қарызыңыз 40 МРП-дан асқан жағдайда. 40 МРП дегеніміз қазіргі кезде 116.680 теңге. Ал егерде сіздің қарызыңыз сол 116.680 суммасынан аспаса, сізге шетелге шығуға арест қойылмайды. Даже сіз бір жылға дейін ештеңе төлемесеңіз де, бұндай жағдайда сізге арест қойылмайды. Тағы бір айтып өтетін жағдай. Сіздің банкте немесе микроқаржы ұйымдарында кредитіңіз бар екен деп шетелге шығуға арест қойып тастамайды. Олар арест қою үшін сіздің қарызыңыз 116.680 теңгеден көп болу керек. Ол бір, және де 3-4 айға дейін қарызыңызды төлемеуіңіз керек. Осындай кезде ғана сізге шетелге шығуға арест қояды. Ал кредиттеріңізді уақытылы төлеп отырсаңыз, ешқандай шетелге шығуға арест қойылмайды. Қазіргі кезде сіздің шетелге шығуға арестіңіз бар ма, немесе жоқ па, соны тексеру үшін мына Әділет министрлігінің сайтына кіріп, иініңізді жазып, тексеріп алсаңыздар болады. Ал енді басты сұрағымызға жауап берейік. Шетелге кетіп, кредит төлемеуге болады ма деген сұраққа жауап берейін. Егерде сіз кредит алып, оны төлемей шетелге кетіп қалатын болсаңыздар, сіздің қарызыңыз кешірілмейді, банк оны ұмытып кетпейді. Сізге қарсы осындай шетелге шығуға арест қойып, кейін еліңізге оралған кезде уже келесі рет шетелге шыға алмайтындай жасап тастайды. Солай мемлекетімізде сізді қамап қойып, сол кредиттерді төлеттіреді. Ал егерде сіз ары қарай Қазақстанға келмеймін, басқа мемлекетте тұра берем десеңіздер, бұл кредиттеріңізді ұмытып, төлемей кетсеңіздер де болады. Сол үшін достар, егерде қарыздарыңызды 3-4 ай төлемей жүріп, сосын шетелге саяхаттауға немесе оқуға барам десеңіздер, алдын ала аресттеріңізді тексеріп алыңыздар. Ертең аэропортта самолеттан қалып қойып, билеттеріңіз күйіп кетпесін. Егерде осындай аресттерім бар, соны шешу керек десеңіздер, онда осы видеоның астына ссылка қалдырып кетемін. Маған хабарласып, 7-10 күннің ішінде аресттеріңізді шештіріп алыңыздар. Сол астындағы ссылкаға бассаңыздар, менің тікелей WhatsApp-ыма шығасыздар. Сіздерге видеомыз пайдалы болды деп ойлаймын. Егерде видеом сіздерге ұнап жатса, осы YouTube каналыма және Instagram парақшама тіркеліңіздер. Осындай заң сауатын ашатын видеоларды жіберіп алмаңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.